Бәрекелді. Менен жалпы жағын айттым, театрдың осы жалпы ашылуы емес, өзімнің осы Астанаға келген туралы мен әрқашан айтып жүретін болатын. Бірақ енді қысқа ғана айтып өтейін, бір кішкене бір қызықтар сәт есіме түсіп отыр. Осындай енді мерекелік кеште айтпағанда қай уақытта айтамыз. Мен 2000 жылы Батыс Қазақстан облысы Ақбатер ауылында жасыратын ештеңесі жоқ, аттың үстіне мініп қой бағып жүргем. Мен өзім сол қой баққанымды жасырмаймын. Өйткені көптеген қазақтар бар, бауырларымыз бар. Бір жұмыстан арғарай енді мен өспеймін, мен енді ешқайда шыға алмаймын, мен осы жерде қалдым деп ойлайды. Мен соларға айтар едім, адам алға қарай ұмтылса, жалпы барлық орындалады екен. Мен соған көзім жетті. Мен сонда аттың үстінде отырып өз-өзімді хабарлайтын едім. Сахнада концерт көрем ғой енді. Сахнада Тұрсынбек Қабат деп жаңа халық шапалақ ұрып жатқан көз алдыма елестететін. Өзім шығып келе жатып сахнаға. Міне жаңа ғана сол сәт есіме түсіп отыр. Сонда енді қойларға концерт қоям ғой енді. Бір жақсы қойларға концерт қойсаң, рақат артынан өсек жоқ, әңгіме жоқ. Ешкім саған ештеңе айтпайды деген секілді, жаңа Инстаграм жоқ деген секілді ғой енді. Сөйтіп отырған кезде кешкілікте телевизор қарап отырсам, 2000 жылы елбасымыздың керемет саясатымен мәдениет қолдау жылы деп Орал қаласында Даладарындар деген бір фестиваль деп жариялап жатыр екен. Не болса да осыдан қалмайын дедім. Оралға тарттым, сол байқауға қатысқам, өзім таңғалып қалдым, бірінші орын алып кеттім. Сосын Астанаға Шабыт деген фестивальға жолдама алдым. Сол Шабыт фестивалі міне қазір өтіп жатыр. Бүгін осы Астанамызда мен алғашқы Шабыт фестиваліне қатысқан болатын, халықаралық. Сол Шабытқа қатысып, одан да бірінші орын алып кеттім. 15 күннің ішінде өзім таңғалып қалғам. 15 күн. Кеше ғана қой бағып жүргем. Бүгін Конгресс холлдың сахнасында тұрмын. Адам өзі таңғалайын десе, Аллаға шүкір, не керек, берейін десе, байқамай қалады екенбіз ғой. Сосын маған Астана қаласын осы сол кезде Ермек Әмірханұлы жаңа департамент басқармасын басқарып тұрған сол кісі айтты, енді осы Астанаға қал деп, Төлеген Мұхамеджанов ағаларымыз Астанаға қал деді. Мен айттым, қалайын, бірақ енді үйге барып киімдерімді алып келейін деп қоям ғой енді. Ол киімде жоқ қой енді, ол жаңа қойлармен қоштасып келейін деп енді баяғы. Сөйтіп Оралға тарттым. Оралға барып қайтадан келе жатып пойызға мінейін деп атсам, әке шешем жылап тұр. Енді соғысқа кетіп батырған секілді, енді ауылдан шығып көрмеген Астанаға кетіп батыр. Сонда маған бір нағашым қасымда маған айтты, Тұрсынбек, сен Астанаға кетіп бара жатсың ғой, мен саған бір ақылымды айтайын. Астанаға бүкіл Қазақстаннан жиналып жатыр, барлығы жиналып жатыр. Саған айтар ақылым, сен шымкенттіктерге жақындама деді. Мен шынымды айтсам, ондай қала бар екен білмейді екем. Мен ұлт екен деп жүрмін ғой, қайдан білейін жаңа. Кәм расымен болған оқиға. Я дедім да пойызға отырдым, Астанаға келдім. Астана қаласында мемлекеттік филармонияға жұмысқа орналастым. Сосын Вишневский шоссе Адина жатақхана әлі бар. Сол жатақханаға кірдім. Бір бөлмеге орналастым. Екі жігіт отыр екен. Бірі әнші Нұрғали Тұрлыбек, бірі Байдалы Рыспанбет деген композитор. Солардың қасына келіп, жаңа атың кім бат, Тұрсынбек бат, фамилияң кім бат, осындай бат, руың кім бат, анау бат, оның ішінде кім бат, мынау бат, ойлап қоямын, бәрі не керек екен деп жаңа. Сөйтсем, сұрай береді екен ғой, осы жақта жаңа анау кім бат, мынау кім бат, бізде батыста атың сұрайды, болды ғой, 2 жылдан кейін, мә, сен осындай русың ба не, кетші деп отырады жаңа. Сөйтіп жаңағы 2 күн өткеннен кейін шай ішіп отырып, тамақ ішіп, мен де сұрайыншы, осы жігіттер қай жерден екен деп жаңа, ойда ештеңе жоқ, отырып, Нұрғали, сен қай жердікі боласың дедім ғой. Мен Шымкенттен болам деді. Нағашым сөз есіме түсіп кетті ғой. Ана фильм ужаста бір музыка ойналады ғой жауап. Тон деген мәссаған. Сосын Байдалы қарай ысырылдым жайлап. Может, осы басқа жақтікі шығар деп жаңа. Байдалы, сен қай жерден боласың деген. Мен де Шымкенттемін деді. Ішіп отырған тамақ мына жерге тұрып қалды бір. Не екен білмеймін, бірақ нағашым айтты әйтеуір деп. Аллах құр дедім да коридорға шығып кеттім. Коридорда жүрмін, не істесем екен деп. Сосын комендантқа жүгіріп бардым. Айгүл деген комендант әлі істеп жатыр екен. Білетіндер бар шығар осы өнер саласында. Сол Айгүлге жүгіріп бардым. Айгүл сөйтсе менен де тез сөйлейтін біреу екен бар ғой. Мен соны пародияға салып үйреніп кеткем жаңағы. Айгүлге айттым, Айгүл маған басқа бөлме бересіз бе деген. Сіздер вообще қызықтар Қазақстан түкпір-түкпірден келіп жатыр жастар. Не бір емес, екі емес, сендер бәрі қайта бөлме тауып беріңіз. Сіздерге мынау не гостиницасыздар ма? Бір бөлмеде 7 бала, бір бөлмеде 8 бала жатыр. Сен қойттар ма, үшеуің жатсыздар. Бетіме түкіріп толып қалып бар ғой енді бар ғой.
болды дедім ғой, сөйлемей ақ қойшы деген секілді айттым да, енді болды деп түсіндім дедім. Тек кетіп бар едің, Айгүл айтты, тұратшы деді. Бір бөлме бар, тек бір жігіт өзі жатыр деді. Білмеймін, соның қасында ешкім тұрмайды. Бәлкім сен барып тұрасың деді. Не болса да әйтеуір Байдалы мен Нұрғалидың қасына бармай ақ қояйын енді. Шымкенттікі болмаса болды ғой деп тұрмын ғой енді жаңағы. Сосын сол бөлмеге апарды, есігін ашты. Бір жігіт жатыр ма? Бір жігіт жатады, өзі жатады. Кішік ашып кірдім. Кірсем, кукла Барбидің бөлмесі секілді. Ойлап қоям, бір қыз тұра ма екен жерде деп жаңағы. Ондай түсінбейміз ғой ол уақытта, қайдан білейік жаңағы. Ойладым, бір молодец, бір қыз тұрады ма, өлмеді деп ойда ештеңе жоқ. Нағыз болған оқиға. Мына жерде сол жерде көрші болған сайлауды көріп отырмын. Сәке Нұркен, өтеу бәріміз көрші болғанбыз. Атын айтпай ақ қояйын, кім екен енді. Сөйтіп кеш болды, сағат 6-тан кейін жұмыс бітті ойдым. 7-те диванда бұрышында отырғам, ана бәрі қыры шығып тұр, енді ұялып тұрмын бір жерде отыруға. Бір уақытта бір жігіт кіріп келді. Жігіт па, қыз ба, білмеймін әйтеуір. Болған оқиғамды айтып жатырмын мен сіздерге. Кіріп келді. Здравствуйте деді. Саламалейкум деп қоймын ғой енді қайда білді. Өзім жаңағы ондай здравствуйте білмеймін енді керек онда. Саламалейкум деді. Оған айтқан ғой енді біреу келді деп. Настроениесі жоқ. Айнаға қарап 2 сағат гримін шешті. Әйтеуір бүйтіп тұрып, сылам сипанып киініп, менің алдыма келді. Как зовут тебя? Тұрсынбек деді. У нас дежурство. Сегодня я буду дежурить. Завтра ты будешь дежурить. Потом я буду дежурить. Потом ты будешь дежурить. Потом мы вдвоем будем дежурить. Бірдеңе айтып, тұр шошып кеттім бар ғой. Ойбай, Байдалы мен Нұрғалиым қайда дедім ғой сразу ішімнен. Қой құрсын деп сумкамды алып техничный кетіп қалдым ана бөлмеден. Сөйтіп кірсем, Нұрғали мен Байдалы қайдан келдің дейді. Бір туыстарым бар еді осы жақта. Есігі жабық тұр екен деп бөлмеге кірдім. Не керек, жақындамаймын ғой. Тамаққа шақырады, бармаймын. Ақша береді, алмаймын. Енді келіп жатсың ғой деп. Ұйықтап отырған кезде кетіп қалам. Одан жаңағы ұйықтап отырған кезде шығып кетемей. Сөйтіп жүргем. 5 ай өткен екен ғой сөйтіп. Бір күн Нұрғали айтады, сен неге бізден қашып жүрсің, Тұрсынбек? Біреу саған бірдеңе айтты ма? Басында келген күні 1-2 күн нормально едің ғой бөлі мені. Неге өйтіп қалдың сен дейді. Жоқ, нормально, просто өзім жаңағы. Ішімнен ойлап қоям, неге қашып жүрмін мен деп қоям да. Нормально жігіттері кәдімгі бар ғой. Банаға қараған нормально, енді анаған қарағанда. Кәдімгідей жаны ашып тұрады. Кеш келсем уайымдап атады. Менің қандай, ойбай, Оралда ондай досым болған жоқ, бұлардан неге қашып жүрмін? Мен нағашымнан бірінші сұрап алайыншы, осы бар ғой. Неге сөйтіп айтты, осы Шымкенттерге жақындама деп алдын ала. Біліп алайыншы деп коридорға шығып кетіп, вахтаға барып, анаур телефонмен әйтеуір әзер үйді алып, нағашымды шақырып алып, телефонмен сөйлестім. Нағаш, осы сен кетіп отырған кезде, осы Шымкенттерге жолама деп едің, не үшін айттың десем, нағашым айтады, білмеймін, баяғыда маған да біреу сөйтіп айтқан дейді жаңа. Сөйтсем, сол бір ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кетір ау деймін, негізі Шымкенттерге жақындамаңдар деймін. Әйтеуір қазақты жақсылардың бір-біріне жақындатпау үшін әдейі ойлап таптым екен деп ойлаймын. Сосын бөлмеге кірдім де Нұрғали мен Байдалыға айттым. Маған осылай нағашым айтқан, сосын жақынданбай жүрмін деп. Олар ва-ха-ха күлді. Сен бізден қашып жүрсің бе? Бізден қорқып. Мен саған айтайын. Біз Шымкенттен шығып бара жатқан кезде екеумізге біздің бір ағамыз айтқан. Сендер Астанаға кетіп баратсыңдар. Екеуің қол ұстасып бірге жүріңдер. Бір-біріңнен қалып қоймаңдар. Өйткені Астана деген жерде Қорғалжын деген елді мекен бар. Сол жақтың жігіттері көшеде кездесіп қалса, тем более сендердің Шымкент екендеріңді білсе деген ғой жаңа. Байқап бір-біріңнен қалмай жүріңдер. Мен сені ең бірінші кіріп келген кезде, сол Қорғалжыннан кіріп тұрма деп, Орал дегенде уф деп біз спокойно жүрсек, сен бізден қорқып жүр екенсіңдер ғой. Давай үшеуміз қол ұстасып жүрейік деді енді. Үшеуміз дос болып қол ұстасып, бірге шығамыз, бірге кіреміз. 2 күннен кейін Айгүл кіріп тұр ғой. Жігіттер, сендер үшеуің жатсыңдар, короче, сендерге 4-ші жігіт келіп жатыр, осылай 4-ші жігіт қастарға жатады, қалған бөлмеде 7-8-ден сен 2 күн нормально деді. Бір қап-қара біреу кіріп келді енді. Здоровый сондай. Қолында домбырасы бар. Шошып кетті деген. Айгүл айтты, мынау сендер қасына жатады, шығып кетіп қалды. Үшеуміз бір-бірімізге жақындап бүйтіп.
Атында сұрай алмаймыз, қорқып тұрған жаңа. Қай жерден боласың деп сұрамыз. Қорғалжыннан болам деді ғой. Мама дедім ғой, аузымнан шығып кетті осы сөз бір. Мама дедім бет. Ақырын бет терезе жақта отқан порчкеге қарап қоям әйтеуір бет. Сиям ба екен порчкеге деп жана. Ол жігіт Данияр Мұқанов деген термеші, әнші жігіт. Сөйтіп атқан кезде күндердің күнінде қасыма көп деген жігіттер келді. Сөйтіп жана Аманғали келді, күндердің Ерболат Төлегенов келді. Бір бөлмеде барлығымыз орналасып, өнер жолын осы Астана қаласында осындай қызықтармен бастаған болғанбыз. Сол мені байқап отырсақ, оған да бір 15 жыл өтіп кетті. Одан кейін тағы бір 10 жыл жүргеннен кейін театр ашайық, жеке-жеке әзілдеп жүргенше, одан да осындай бір театр ашсақ деген, міне осылай басталған болатын алғашқы қызықтарымыз. Міне қазір байқап отырсақ, бір үйдің баласындай бір қалада Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп әдемі болып отырғанымызға қандай керемет.